Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Рахмет. Мен атын Тілеген, мен Семей қаласынанмын, қазір Алматыда тұрамын. Алматыда мен достарым көп, әртүрлі ұлттар бар. Мысалға орыстар мен өмірімде екіге бөлінеді. Олар местный орыстар және приезжий орыстар болып. Местный орыстар уже бізге қазақтарға үйреніп алған, біз секілді амандасады. Салам десең, жігіттерді айтамын. Салам десең, салам деп жауап береді. Приезжий орыстарға салам десең, привет. В целом маған нормально. Мен ешқандай қарсылығым жоқ. Просто мен салам деген кезде, олар привет деген кезде, мен ішінде бір кішкентай қазақ, ей, долбоёб. Қайдағы привет? Хотя бы здорово деп айтты. Орыстармен өзім сөйлесуге қиналамын, орысша қатты емес, бірақ артыма қарамай еще ағылшынша оқимын ғой мен. Бірақ who is absent today дегенді ғана білемін. Кім біледі ағылшынша? Сапалық соңыздаршы. Вот саламатсыз ба? Сіз білесіз ба ағылшынша? Мен ба? Астап. Давай мен сіз тексеріп көрейін қазір. Только өз уровенімде тексеріп көремін. Келсік па? Hello. Біледейна. Просто hello, сосын ары қарай уже менде who is absent today. Жалғастырмай қойсақ болады. Мен супермаркетте жүрдім бір күні, көріп қалдым, бір үндіс жігіт, ана болады ғой, супермаркетте весы, продуктын алып қоясың да, ішінен позицияны таңдайсың. Сондайдың ішінен печеньені іздеп таба алмай жатыр былайынан. Мен былай қарап тұрдым да, қиналып тұрған көрдім да, мына үндіс қазақ жерінде қиналып тұр ғой. Мен қазақ болып көмектеспесем не болады деп. Не істеймін деп тұрдым да. Көмектесейін десем ағылшынша білмеймін мен. Хинди тем более. Пофиг деп бүйтіп келдім да былайынан. Hello. Hello деп. I can help you. Very nice, thank you деп. Бүйтіп печеньені іздей бастадым да, тоже өзім таба алмай қалдым былай. Ұзақ былай тұрмын, қинал кеттім уже. Үністен ұят болып кетті. Бірмегеде шаршап кеттім да, кешір. Мен печеньені тоже таба алмадым. Скорее всего, саған анда бір сотрудникқа айту керек деп айтқым келді. Бірақ мен ағылшынша кешір дегенді ғана білемін. Біртүрлі болды, если мен былай печеньені іздеп тұрып. Sorry деп просто былай кетіп қалсам. Далбам ба дейді ғой сразу. Мен ондайды допустить не мог. Ондай сын тұрдым да, басыма гениальный ой келді. Мен былай печеньені іздеп тұрдым да, просто любойын бастадым да былайынан. Штрих-кодты алдым да, жабыстырдым да. Let's go. Анау мәзіп, thank you деп кассаға қарай кетті. Маған любопытно ғой. Не болды екен дальше деп. Стеллаждың арасына қарап тұрмын былайынан. Анау кассирша қызға келді да, печеньені берді. Кассирша қыз бүйтіп алып қарады да, пробивать етіп өткізіп жүрді анау. Мен қарап тұрып ойладым, скорее всего, кассирша қыз бүйтіп алды да, кешір, мынау ол печенье емес қой деп айтқысы келді. Бірақ ол да кешір деген сөзді ғана біледі да. Біртүрлі болды, сен үндістен алып бүйтіп, sorry. Ол үндісті сол күйі көрген жоқпын, мүмкін ол үндіс арзан әуе билеттер жүйесі авиасыз кезетпен отанына қайтып кеткен шығар, мен білмеймін. Алматыда бар ғой, алдында жер сілкінгеннен кейін мен өмірім бұрынғыдай емес уже. Похуй екен. Брат, ренжімесең отыра тұршы, мен қазір сен жоқсың ғой мына жерде. Адамдар айтады ғой, қайда деп. Кел, сосын сиесің, кел. Бір шапалақ соғып жүрейікші, пожалуйста. Ренжіме, қатты күлме, просто мочевойын толып тұрма. Шыдай тұр. Алматыда жер сілкінді, и уже мен өмірім бұрынғыдай емес. Мен уже кез келген қу кеттім өзім. Мысалға мен просто төсекте жатып, өзіммен өзім осылай. Жер сілкініп отыр ма? Орнымнан тұрамын да. Мен қуып тұрған секілдімін деп. И сондай жер сілкінеді, 10 балл болып кетсе, 12 балл болып кетсе деген уайымдар, именно менде душевой кабинка бар, сонда жуынып тұрған кезде ойыма келеді ғой. Жалаңаш тұрамыз, жуынып. А что если дәп қазір деген. Конечно, жалаңаш келіп, жалаңаш кету деген жақсы. Но не хочу олай деп. Не болады ол? Қандай өлім болады мысалға? Ертең завалдың астында, душевой кабинканың ішінде осы. Мен примерно өзім осылай елестетемін. Спасательдер келеді де былайынан көтереді де, фу, біле. Зачем ол маған керек? Мен соңғы кездері ойланып жүрмін, может, душқа тұрыс үймен жуынсам ба деп. Тоже мен түсінбей қалуым мүмкін. Спасательдер келеді де, бетонды көтереді де, далбан тұрыс үймен түсіп жүрмес.
тоже непонятно. Кетіп қалайын десең де қимайсың Алматыны. Бірақ Алматыда маған ұнамайтыны, неге Яндекс такси, неге емес, хуяли Яндекс таксида бәрі қымбат, еще уақыттары сәйкес келмейді. Уақытты управлять етеді. Таксида жазып тұрады 5 минут күтесің деп. И 10 минут бойы сол 5 минутты күтіп тұрасың осылай. Еще водитель әлі келіп үлгермеген, но уже подъехалды басып тұрады, шығып қарасаң әлі жоқ. Соны күтіп тұрасың, сенде обратный отчет кетіп жатыр уже. Неге ерте басады деп. Басынан үлгереді, и сен таксиға отырасың да, бірақ чуть-чуть уже водительға жынданып тұрасың былай. Неге ерте басасың деп. И мен ойлаймын, бізге адамдарға да сондай функция керек. Например, біз такси заказ берсек, ортаға точкамызға шығып тұрсақ, уже стою жду деген. И водительді обратный отчет басталады. Не хочу за дешевле отвозить деп. Жанталасып айдап, қызылға айдап өтіп, екеуін қақ кетіп, дрифтовать етіп, жанталасып айда келеді. Біз әлі жоқпыз. Үйден ең шығып келе жатырмыз. Уже водитель уже подъехалды басқанда бізде уже иду деген шығады. Бірақ мен бір байқағаным, қазақтарға уже иду деген жетпейтін секілді. Тағы да біраз функция қосу керек. Уже иду. Бля, сказал же иду. Ой, вот выхожу. И соңғысы уже ашулан кеткенде пизді бармаймын, кете берші өзің. Мысалы, еще Алматыда жұмыс істейсің, ақша табуға тырысасың, бірақ достарым бар, который постоянно қарызға ақша сұрайтын. Мен өзім андай адаммын, өзім ақшасыз өмір болғаннан кейін, комфортта өмір сүрмегеннен кейін, біреуден қарыз алған кезде, как будто біреудің комфортын бүйтіп тартып алған секілді. И мына жерінде тұрады да, ол тез қарызын қайтарып салғым келіп тұрады. Бірақ басқа достар бар, который похуй. Сен ақша алады да, болды, ұмыт кетті, кофемен жүреді былай. Қандай ақшаға кофе алған, мен қарызымды берген жоқ қой деп ойланып тұрасың, бүйтіп қарап. И мен еще андай адамнан ұялғаннан, брат, өзім ақшамды қашан қайтарасың деп сұрай алмаймын прямой. Үнемі алыстан бүйтіп алып келемін. Брат, Интерстелларды көрдің ба сен? Ол тұрып. Қайсыңда Мэтью МакКонахи мен Энн Хэтэуэй ойнайтын ба? Режиссер Кристофер Нолан. Мал ақшамды қашан қайтарасың? Вообще достарға, таныстарға сенуге болмайды, қарызға беруге барға. Менде бір история бар, қазір сонымен аяқтағым келіп тұр. Мен ауылда жүрген кезде, мен ағамның досы болатын, 2 саусағы жоқ болатын оның. Спайдермен секілді ауылда оса жүреді. Еще түрі довольный, әйел недовольный, И мен бала кезінде тактично сұрақ қою деген білмейсің. Просто адамдардың көзінше тұрмын да, сен 2 саусағың қайда дейсің. Ол кішкентай щеголға шын жауап бергізген жоқ, сорып кішірейтіп тастадым деді. И мен оған сен қалдым. Мен де үйге барып, анау мақалды есіме түсті, 5 саусақ бірдей емес деген. Ойладым. А что, не болады? Если мен саусақтарын бір деп сорып, бірдей қылып тастасам. Прикольно секілді деп, саусақтарымды сора бастадым. Оны ағам көріп қойды да келіп, далбан, не істеп отырсың деді. Мен айтып бердім жағдайды, ол айтты, ол кезінде пилорамда жұмыс істеп жүргенде саусақтарынан айырылып қалған деді. И сол кезде мен түсіндім, ол менің өмірімдегі ең үлкен сабақ екен. Достарыңа немесе жақындарыңа сенуге болмайды, әйтпесе өмір бойы сорып жүресің. Мен де осымен болды, барлықтарыңызға үлкен рахмет.